Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай оңай әрі дәмді болып шығатын хворс дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Алдымен жұмыртқамызға тұзымызды, қопсытқышымызды салып, бұдан кейін ұнымызды салып, жақсылап илеп аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Қамырымызды илеп алып, бұдан кейін пакетикке салып, жарты сағатқа демалдырып қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болып қалды. Енді осыны жайып аламыз. Бұл хворстың жасалу жолы өте оңай, әрі жылдам, уақыттарыңызды көп алмайды. Осылай жайып аламыз, одан кейін формамызға салып аламыз. Қалаған формада жасасаңыздар болады. Қамырды осылай формаға салып орап, одан кейін кесіп аламын. Кейін осылай төрт бұрышты формада кесіп алып, осылай пісіріп аламын. Бізде дайын болды. Енді осыны қызып тұрған майымызға салып қуырып аламыз. Асты үстін жақсылап араластырып, қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Өте оңай әрі жылдам дайындалатын хворсымыз дайын болды. Мен бетіне қант ұнтағын септім. Рецепт ұнаса, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер.